Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді қытырлақ болып пісетін, қамыры осылай үгітіліп тұратын қуырылған тұшпараларды бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен табағымызға 1 шай қасықта тұз, 1 шай қасық толар толмас қант, оның үстінен жылы суымызды құйып аламыз. Және жұмыртқамызды жарып жіберіп, ерітілген сары майымызды салып, барлығыны біркелкі болғанша венчиктің көмегімен немесе шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен ұнымызды салып, қамырымызды илеп аламыз. Менде төменде описанияда барлығының мөлшерлері жазылған, сол жерден қарай аласыздар. Қамырымыз жұмсақ, өте керемет болып, осылай пластилин сияқты иленеді. Енді қамырымызды мұздатқышқа жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Біз оған дейін ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Мен осылай 6 картоп алдым. Менде 800-900 грамдай болып шығады. Енді картоптарымызды осылай қайнатамыз. Және 2 пиязымызды майдалап турап аламыз. Енді пияздарымызды қуырамыз. Мен 100 грамм өсімдік майыны құйып, оның үстінен пиязымды салып қуырдым және азғантай тұз сеуіп жіберетін боламын. Пиязымыз сарғыш түске кіргенше қуырамыз. Қатты қызарып, күйіп кетпеуі қажет. Картопқа дәмі білініп қалуы мүмкін. Дайын болған пиязды мен картоптың үстінен салып, оның үстінен өздеріңіздің қалауларыңызша тұз және дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен тек қана паприка салдым, қара бұрыш салсаңыздар да өте керемет болып шығады. Енді біз қамырымызды жайып алатын боламыз. Ең алдымен 2 бөлікке бөліп аламын. Қамырларымызды топ-томалақ етіп жасап қоямыз. Екінші қамырымыздың үстіне жауып қоямыз. Бір қамырымызды алып, осылай жаямыз. Қамырымыз жұмсақ, жайған кезде еш қиындығы жоқ. Қамырымызды жайып болған соң, 4 бұрыштап кесіп шығатын боламыз. Мен осылай ирек етіп кесетін боламын. Кәдімгі жай пышақпен кессеңіздер де болады. Тұшпараның көлемін, яғни үлкендігін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Енді мен осылай арасына салмамды салып, тұшпараларымды осылай түйіп алатын боламын. Міне өте керемет болып шығып жатыр. Ең алдымен салмамызды салып, ұшбұрыштарын осылай бірдей етпейміз. Сонда гүлдері көбейіп керемет болып шығатын болады. Мен қазанға осылай қыздырып майымды қойдым. Яғни майымыз қызыған соң тұшпараларымызды салып, осылай араластырып қуыратын боламыз. Яғни араластырып тұрамыз. Тұшпараларымыз сарғыш түске кірген соң қазаннан алып аламыз. Бұл тұшпара өте тез пісетін болады. Қатты қызартырудың қажеті жоқ. Ыдысыңызға қағаз төсеп салып алдым. Сонда майыны әдемі сіңіретін болады. Қалған тұшпараларды дәл осылай пісіріп алдым. Достар, қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.